көрермен, қайырлы кеш, сіздермен бірге мен Диас Елемес. Назарларыңызда Шарайна ақпараттар агенттігі бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Қарағанды тұрғыны бір ай бойы бос тұрған пәтеріне қазан айындағы түбіртек көрсеткішін көргенде жағасын ұстады. Қарағанды облысы аумағында Қарасора 2023 жедел алдын алу іс-шарасы өтіп, 243 келі есірткі өнімі тәркіленді. Таза ауамен кеуде керіп тыныстау арманға айналуда. Маңайды түтін тұмшылауына көмір сапасы себепші. Экологтар Қарағандыдағы түтіннің басты себебі сапасыз көмір екендігін растады. Соңғы күндері қалада желдің болмауының себебінен тынық ауа райында жеке секторға жақын аудандарда тыныс алу өте қиын болып кетті. Экология департаменті пешпен жылытатын аудандарда ауаның ластануын өлшеді. Көшеде көміртегі оксидінің тұрмыстық концентрациясы 1,8 есе. Төлепов көшесінде 1,2 есе артық. Космонавтар Шығыс архитектурная, асфальтная, Четская, Орлов көшелеріндегі өлшеу нәтижелері бойынша ластаушы заттардың шамадан асып кетуі анықталған жоқ. Алайда кешке тұрғындар ауаның қаншалықты лас екенін өлшеусіз-ақ көріп сезіп жүргендіктерін айтады. Экологтардың қорытындылары: ластанудың негізгі себебі жеке секторда шағын және орта бизнесті сапалы көмірмен жылыту және автокөліктердің, оның ішінде қоғамдық көліктердің шығындылары болып табылады. Шығарудың өзіне бастапқы шикізат көмірде әсер етеді. Көбінесе тұрғындар сапасыз көмір алады. Мұның жалғыз шешімі жеке үйлерді газбен жылытуға көшу дейді мамандар. Қарағанды тұрғыны бір ай бойы қала орталығында бос тұрған бір бөлмелі пәтерінде су құбыры мен тоқ көзін өшіріп тастаған. Алайда қазан айындағы түбіртек көрсеткіші үй иесін шошытты. Толығырақ тілші тарқатсын. От жильцов этого дома я слышал, что тоже жалуются, что большое количество электроэнергии. Алексей отбасымен Нүркен даңғылы бойында тұрады, ал қаладағы бұл пәтері жақын уақытта босап қалды. Сондықтан Алексей сақтықта қорлық жоқ деп, барлық тоқтарды өшіріп, ажыратқышты сөндіріп кеткен. Отключаю все автоматы и все. Міне осылай сөндіріп жарықсыз қалдырса да түбіртекте 12 000 теңге шыққан. Даже в сентябре, когда... Бұл жерде ешкім тұрмаса да, барлық жарық сөніп тұрса да, жарық үшін ақша сұрап отыр. Бұл қалай болғаны? Сонда олар есептегішті алыстан басқарып отыр ма? Түсініксіз. Мұндай шағым шашетектен қаптап жатыр. Қала бойынша есептің дұрыс жүргізілмегенін айтқан ел көп. Бағаларда ешқандай өзгеріс жоқ. Барлығы жұмсалған энергияға сай баға. Барлық есептеулер 5 маусым күні өзгерген жаңа тариф бойынша есептеледі. Біз есеп айырысу шот-фактураға жауап беретін барлық компаниялармен байланысқа шықтық. Күзден бастап тариф көтерілмеді, оны жазда 30%-ға өсірген. То есть это не в 2 раза, не в 1,5 раза, не 3-кратное повышение, это опять-таки 30%. Күнтізбелік есептеу айына сәйкес келмейді, сондықтан көптеген адамдар жылытқыштармен жылынатын кезең келді. Олар сондай-ақ күзгі қысқы кезеңде адамдар үйде көбірек отырады және электр қуатын көбірек жағады дейді. Жандос Бақытұлы, Серік Тоғаев, Наталья Зайц, 5-ші арна. Әйелдерге ЖЭЦ инфекциясын қасақана жұқтырған үшін сотталған Теміртау тұрғыны колонияға 6,5 жылға тоғытылды. Облыстық сот Теміртау сотының шешімін күшінде қалдырды. Ер адам 11 жылдан астам уақыт ЖЭЦпен ауырғанын біле тұра бұған сенбей емделмей жүре берген. Ол жыныстық серіктестеріне ауру туралы ескертуге міндетті екендігі туралы қолхатта жазып берген. Алайда сөзінде тұрмай екі әйеліне аты жаман ауруды жұқтырған. Ауруға мән бермегеннің салдарынан осындай жағдайға душар болып отыр. Теміртау қалалық соты оны орташа қауіпсіздік колониясында 6 жыл 6 айға соттады. Апелляциялық шағымды ер адам оған тағайындалған жазаны тым қатал деп жеңілдетуді сұрады. Бірақ үкім өзгеріссіз қалып, күшіне енді. Қарағанды облысында Қарасора 2023 жедел алдын алу іс-шарасы өз мәресіне жетті. Қылмыскерлерді құрықтау операциясы барысында есірткімен байланысты 183 құқық бұзушылық тіркелді. Толығырақ келесі сюжетте. Ағымдағы жылдың 1 маусымынан 30 қазанға дейін Қарағанды облысының аумағында Қарасора 2023 жедел алдын алу іс-шарасы өткізілді. Қазіргі таңда тіркелген құқық бұзушылықтар ішінде теріс қылықтар деп танылған 108 іс қозғалды. Ал есірткі қылмыстарының саны 75-ті құрап отыр. Барлығы 77 адам анықталды. Оның ішінде 8 әйел, 3 кәмелетке толмағандар. Тергеу изоляторына 33 адам қамауға алынды. Заңсыз айналымнан
243 килограмм әрі түрлі есірткі құралды алынды. Оның ішінде марихуана 42 килограмм, конопля 194 килограмм, гашиш 2 килограмм, синтетика 4,5 килограмм. Жүргізілген жедел іздестіру шаралары барысында есірткі саласындағы 4 ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметінің ізін кесті. Сонымен бірге 4 есірткі жасау лабораториясы анықталып, Қарағанды қаласының аумағына синтетикалық есірткілердің ірі партияларын тасымалдаушының қызметі тоқтатылды. Ағымдағы жылдың 2 қазанда Астана қаласының тұрғыны салмағы 2 килограмм 740 грамм мефедрон тасымалымен анықталды. Астана қаласында қосымша тінту жүргізу барысында 500 грамм синтетика тәркелінді. Жедел алдын алу іс-шарасын жүргізу барысында Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 300 бабы бойынша 18 қылмыстық іс тіркелген. Қазіргі уақытта алдын алу сипатындағы іс-шаралар жүргізіліп жатқан жан-жақты құқықтық тәрбие шеңберінде жалғасып жатыр. Дидар Қалқатайқызы, Николай Шевелев, 5-ші арна. Көрінбейтін битум. Бульвар қиылысында тұрғындар асфальт төсеудің жаңа технологиясына таңғалды. Жұмыскерлер қиыршық тастың үстіне өте жұқа деңгейде битум жаққан. Тұрғындар мұндай жол әрі кетсе 1 жылға ғана шыдайды деп алаңдаулы. У нас в Казахстане новая технология. Вот видите, щебенка лежит. На ней нету смолы. Мадина Москвина көшесінде тұрады. Онда асфальт жоқ. Міне, өркениет Михайловканың осы аймағына жетті. Алайда тұрғындар жол жасау әдісіне бір түрлі нәрсе бар деп күдіктенеді. Мердігердің өзі технология бойынша шаршы метр жерге 300 грамм битум салынғаны айтылды. У нас за 30 лет в первый раз. Бізге 30 жыл ішінде алғаш рет жол төселуде. Осы жаңа технологиямен жасауда. Майда қиыршық тастың үстіне ештеңе жақпай төсеме жасап отыр. Я им не даю стелить асфальт, пока они хорошо не застелят нам смолой. Шаруа қожалығы бөлімінде халық жұмыстың жартысын ғана көреді деп камераға түсініктеме беруден бас тартты. Асфальттау алтында жол негізін битуммен суару жұмыстары жүргізілуде. Сол жерде аккредиттелген техникалық қадағалау сарапшысы бар. Объектілерде фото және бейне түсірілім көрінеді. Бүгін мердігер технологияны өзгертті. Смотрите, вот я подошла к ним, а сегодня прям обильно, сказали, около нас сделают, обильно смажут. В общем, вот так вот они, технология вот такая. Жандос Бақытұлы, Наталья Зайц, 5-ші арна. Қарағанды облысының әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызмет алушылары Түркістан Music Festival халықаралық байқау фестивалінен жүлдемен оралды. Шығармашылық бағыттағы өнер сайысында топ жарған әлеуметтік қызмет алушы өнерпаздарымыз келесі жылғы халықаралық фестивальдерге жолдама алды. Жеңімпаздарды түсіру тобы Сапаржайдан күтіп алды. Түркістан қаласында өткен халықаралық байқау фестивалінен бірден 2 номинация бойынша жүлделі орындарды иемденіп келген биші әнші өнерпаздарымызды дүйім жұрт осындай қуанышпен қарсы алды. Жеңімпаздар құрметіне ән әуелеп әдемі әсерлі көрініс жайлады. Шындығында бұл жеңіс тіптен ерекше, денсаулығында кінәраты бола тұра халықаралық өнер сайысында топ жару зор дайындықпен асқан қабілет еңбектің нәтижесі. Нөмір 2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығынан 18 жастан үлкен және 18 жасқа дейінгі 2 мекеме осы Түркістан облысында өткен үлкен халықаралық байқау фестиваліне бардық. Ол жақта Қазақстанның көптеген облыстарынан және басқа мемлекеттерден Өзбекстанның Ташкент қаласынан да жаңағы өнерпаздар келді. Ерекше жандар осындай дәрежеге жетіп, осындай жағдайға жасап отырған біздің осы үкімет басшысына, үкіметтерімізге рахметімізді айтамыз. Вокал мен хореография номинациялар бойынша сайыскерлер 3 бірінші орынды және 3 екінші орынды жеңіп алған. Әрбір қатысушыға медаль, дипломдар және ұжымға кубок табыстапты. Түркістан қаласында өткен фестивальға барып, халықаралық фестивальға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп алып келдік. Ол жақта 4 күн болдық. Арнайы
әлеуметтік қызметтер көрсету орталығынан біздің балалар хореография номинациясы бойынша өнер көрсетті, жүлделі 2-ші орын алды, вокал номинациясы бойынша дуэтпен 2-ші орын алды, және вокал соломен 2-ші орын алды. 300-ден астам өнерпаздар сапында біздің жерлестеріміздің топтан озуы ерекше қуаныш, ал бұл ретте сайыскерлердің озық болуына, суырылып алға шығуына арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы мамандарының еңбегі зор. Орталық басшысы Аслан Мекентай осындай байқауларға баруға жауапты басқарма тарапынан да қолдау ерекше, сол үшін басшылыққа алғысымызды айтамыз деді. Қуаныштысы сол, біздің әлеуметтік мекеменің қызмет алушылары келер жылы Түркия мен Дубайда өтер байқауларға жолдама алып келді. Қызмет алушылар өз өнерін жоғары деңгейде көрсете білді. Хореография номинациясы бойынша бірінші дәрежелі дипломант атанды. Вокал номинациясы бойынша бірінші дәрежелі дипломант алып, балалар 2024 жылғы Дубай және Турция елдеріне жолдама алды. Айта кетейік, қаламыздағы нөмір 2-ші арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызмет алушылары осы жолы өнер өлкесінде жұлдызы жанса, осының алдында дәп биылғы жылы спорт бағытында яки шағын футболдан Польшаның Торунь қаласында өткен халықаралық жарыста 8 мемлекет ішінен 2-ші орынды иемденіп қайтты. Енді 2024 жылы қызмет алушылар спорт пен өнер бағытында шет мемлекеттерге сапарлатқалы отыр. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Кеншілер мәдениет сарайында республикалық конкурстардың лауреаты, дәстүрлі әнші Ришат Шабденовтың «Халқымның қалықтатсам ән мұрасын» атты шығармашылық кеші ұйымдастырылды. Алғаш рет туған жеріне ән кешін өткізген өнерпаздың бұл жолғы концертіне шәкірттер мен өнердегі ұстаздар да қатысты. Кеншілер мәдениет сарайында республикалық конкурстардың лауреаты Ришат Шабденовтың «Халқымның қалықтатсам ән мұрасын» атты шығармашылық кеш ұйымдастырылды. Шығармашылық кеште Қазақстанның халық артисі Рамазан Стамғазиев, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Дәуренбек Әркенов, республикалық конкурстардың лауреаттары Дулат Аханов, Нұрлытаң Ермек, Тәтімбет атындағы Академиялық қазақ халық аспаптары оркестрі, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Әбдуғалисын Шоқанбаев өнер көрсетуге келген. Ақындар туған, батырлар туған құтты мекенде, мына ғасырдың үлкен сал серілердің жолын қуған, ізін қуған, әншілік мектебін жалғастыруға ғұмырын арнаған менің шәкіртім Ришат Шабденовтың бүгін үлкен жеке шығармашылық кеші. Әрине бұл аспаннан түскен жоқ, Алатаудың етегінде үлкен мектептен өтті, тәлім тәрбие алды, үлкен дәстүрлі мектептің бастауынан дәм татқан адам. Дәстүрлі әншінің шығармашылық кеші қазақтың ақын сазгерлерінің шығармашылығында айшықталған келелі ойлар мен рухани құндылықтарды жас ұрпақтың бойына сіңіруге бағытталған. Қарағанды өңірі таланттардан кенде емес. Арқаның әншілік мектебінде өз жолын қалыптастырып үлгерген орындаушы Ришат Шабденов бүгінде талай ән байқауларында оза шауып, өнер сүйер қауымның жоғары бағасын алып үлгерген. Республикалық конкурстарға қатыстық, біраз іс-шараларға қатысып, енді өнер адамның арманы ғой, шығармашылық кеш берейін деп. Сол енді шығармашылық кешімді осы Кеншілер мәдениет сарайында өткізейін деп шештім. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген тәмсіл бар қазақта. Дәстүрлі ән өнерінің мектебін қалыптастырып, үлесін қоса білген Ришаттың ұстазы әнші педагог Рамазан Стамғазиев өз шәкіртінің қадамына сәттілік тілей келді. Ән өнерін жалғаушы Арқа ән мектебінің орындаушысы Ришат Шабденов шығармашылығынан халықтың күтер жаңалығы мол. Жарылғап Жағыпар, Шалқар Алтынбек, Николай Шевелев, 5-ші арна. Бокстан жас өспірімдер мен жастар арасындағы Азия чемпионатында қарағандылық спортшылар 6 медаль жеңіп алған. Елімізде спорт саласын жетілдіруге елеулі үлес қосқан жерлестерімізді бүгін спорт сарайында ұлықтап, жеңімпаздарды марапаттады. Бокстан жасөспірімдер мен жастар арасындағы Азия чемпионаты еліміздің елордасында ұйымдастырылған. Байрақты бәсекеге 23 елден келген 435 спортшы 51 келі салмақ дәрежесі бойынша бақтарын сынаған. Аталмыш сайыста Әлия Молдағұлова атындағы мектеп-интернат колледжінің тәрбиеленушілері 6 медаль жеңіп алды. Біздің мақсатымыз біздің боксымызды көтеру үшін енді мақсатқа қолға аламыз деп ниет отырмыз. Көтереміз, жастар енді 30-қа жетіп жатыр. Енді Қазақстан боксын біздің енді көтереміз деп мақтан тұтамыз енді.
Нұркен Әбдіров атындағы спорт сарайында жеңімпаздар ұлықталып өз ойларымен бөлісті. Азия чемпионатында жалпы командалық есепте еліміздің ұлттық құрамасы Үндістанға жол беріп, 2-ші орынға жайғасқан. 3-ші орынға Өзбекстан спортшылары жайғасты. Азия чемпионаты өзі біздің басқалымызда Астанада өтті. Қарсыластарым туралы айта кетсем, біріншісі ол өзбек боксшысы, чемпион Азия болған. Екіншісі тоже индус боксері. Индус боксерына сүрініп, өкінішке орай 3-ші орын алып қалдым. Енді тағы не айтсам болады, Азия чемпионаты үлкен уровеньде өтті десем де болады. Қарсыластарым мықты, дайындалу келді. Жерлестеріміздің арасында үздік атанғандар Құдайбергенова Алина, Ислам Совет, алтын медаль. Нұржан Думан, Азиза Исина, Мырзагүл Тамирис, Айша Сариева, Нығымет қолы жүлдеге қол жеткізгендер. Жарылғап Жағыпар, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Құрмет көрермен, бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.